Саламатсыздар ма? Менің бизнес жобамның тақырыбы қой жүнінен экологиялық заттарды өндіру. Ең алдымен қой жүнін алып, оны тазартып, жуып аламыз. Одан кейін оның қоқыс қалдықтарынан тазартып, оны дайын болған жүнді, таза жүнімізді түтеміз. Қой жүні өте пайдалы әрі таза, әрі жұмсақ болып келеді, және ол тез еріледі. Тазартылған жүнімізді әртүрлі түске бояп аламыз. Тазартылған жүндерімізді әртүрлі түске бояп алғанда бізде 6 түс шықты. Бұл бұйымдар қой жүнінен жасалған бұйымдар. Мысал алатын болсақ, мынау қой жүнінен жасалған, табиғи бояумен боялған қой жүнінен жасалған бұйым. Ал мыналарға келетін болсақ, қой жүнін иіріп, табиғи таза жіппен тоқылған бұйымдар. Ал бұлар табиғи қойдың жүнін иіріп жасалған брелоктар және де сувенирлер. Ал бұлар кішкентай балаларға немесе ересек адамдарға да жасауға болады. Ал бұл қолөнерлеріміз табиғи жүннен жасалған, қой жүнінен жасалған. Біз бұны ертегі кейіпкерін ине шаншу арқылы жасадық. Және де бұл қазақ оюларын ине шаншу арқылы суреттедік.